Ассалаумағалейкум. Екі бұқа YouTube каналының тұрақты көрермендері. Видеоны көрместен бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Әрі қазақ байқуатты болсын. Байлаудағы бордақы. Арқандаулы ат көрім. Мына бұқаны міне алғанымызға 2 ай болды. Алдында огородтарға бақшаға арқандадық, жемін беріп, арқандап бақтық. Енді кейінгі 1 айда осы жерде арқандалып тұр. 2 уақыт жемін берем, суын беріп, арқандалып тұр. Бұл енді 1 жасқа енді толған патсос. Былтыр қазан айында туған. Көршінің бұзауы болған. Осыны сатып бағып отырмын. Бұны енді алған кезде қораға бордақылай сауға болар еді. Бірақ бұның жас болғаннан кейін бой өспей қала ма деп, және бой өспей қалса ол себептері бар неше түрлі. Бой өспей қалу мүмкін, болмаса аяқтан кетіп қалу мүмкін. Аяғына жем түсіп кетуі мүмкін. Былай айтқанда аяқтан кеткенді түсінбей қалып жатарсыздар. Аяғына жем түсіп қалуы мүмкін. Енді жас болғаннан кейін бұлардың енді сүйегі өте жас малдың осал болады. Артық берген жемді көтере алмай аяғына түсіп кетеді. Сол үшін жақсы қозғалыста ұзынырақ арқанмен арқандалып тұрса, емін-еркін тұрып, жемі барлығы сіңеді. Енді болашақтаны 2 бұқа шығады. 2 бұқаның орнына кіреді осы бұқа. Сол кезде тағы да қораға кіргенде түсіретін боламыз. Ал енді тағы да бұның бойын өсіріп алу керек болып тұр. Емін-еркін жүргізіп, жемді кішкене азырақ беріп, жемді көп жеп, қатты қозғалмай тұратын болса, жақсы ет ала алмай, сүйек өспей, быртиып семіріп алады. Ондай бойы қысқа аласа болып семірген мал салмақ аса бере алмайды. Толқа етке ғана кетеді дағы, ол сүйекке өсе алмай, салмағы дұрыс болмай қалады. Сол үшін кішкене сүйегін өсіріп алу керек 1-2 ай. Сосын барып бордақыға қою керек. Породасы Алатау. Әкесі Пермадан шыққан. Шешесі Алатау сиыр, бірақ Алатау шатыс сиыр. Породасы бар мал осындай. Породасы бар малдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Талдықорған төңірегінен Жетісу облысы, Ақсу ауданының ауылдарынан. Қапал, Арасан, Суқсай, Ақынсара, Көшкентал жақтардан малдар болса аламыз. 1-2 бастан породасы бар патсос бұзаулар керек. Болып жатса хабарласыңыздар. Телефон нөмір 8771 413 14 17. Әр қазақ байқуатты болсын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мына жерде шөбі деген ұзын болған. Барлығын жалғыз өзі таптап, қазір қара топырағын шығарды. Енді біраз күнде қораға кіретін болады, Алла қаласа.